Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен Darkmaizer, және де мен бүгін сіздерге қалай криптовалютаны Binance биржасында сатып алуды көрсетсем. Алдыңғы видеоста мен сіздерге Binance аккаунтты қалай создать етуді, ашуды көрсеткенмін. Және сіздер осы жерге ақша салып, купить криптовалют деп ақша салдыңыздар. Енді одан кейін қалай ары қарай актив валюта сатып алуға болады. Одан кейін міне қараңыздар, торговля деген жерге кіресіздер, мышканы осы жерге апарасыздар. Сосын классическая дегенді басасыздар. Бұл спотовый. Бұл жерде сіз актив қана сатып аласыздар, валютаны сатып аласыздар. Қараңыздар. Мысалы мен таптым міне KNC деген валюта. Бұлызы мен KNC маған жақсы көрінді, сондықтан осы валютаны алайық. Ноутбуктан отырсаңыз кішкене асыға түсесіз, немесе сізде өзі көрініп тұрады. Нәтижеде міндетті түрде спот деп тұру керек. Бұл жерде лимит және маркет деген дері бар. Лимит дегеніміз сіз монетаның бағасын қоясыз, сатып алуға, мысалы купить дейсіз. Жазған бағаға барып монета сатып алынады. Сатқан кезде де лимитпен сатсаңыз, сіз баға қоясыз, сол бағаға монетаның бағасы жеткенде сатылып кетеді. Немесе маркет деген бар. Тура тұрған орыннан, мысалы міне осы жерден 1.98-ден маркетпен сатып алсаңыз, тура сол бағадан сатылады. Сіз бұл жерге жай ғана ақша саласыз, ақша жазасыз. Сатқан кезде де тура солай. Бұл жерге количествоны жазасыз, осылай сатасыздар. Қазір міне біз сатып алайық. 1.987 нәрсе тұр. Қатты разница жоқ. Мысалы мұны жерден $10 аламыз. Ой, $11. 100% мен және ақша және мен жаңа перевод жасадым осы жаққа. Қазір сатып алайық осы бағадан. Купить. Ордер на покупку отправлен. Осы жерден лимитка күтеміз. Іліп алып кету керек. Мне лимит на ордер на покупку исполнен. История сделок. Сатып алғаным міне көрініп тұрады. Покупка. Осы валютаны қайдан қараймын деп ойлайсыздар. Енді осы валютаны көру үшін мына жерді басамыз, кошелек, fiat и spot дегенге кіреміз. Осы жерге түссеңіздер, бұл ноутбуктан отырсаңыздар. Телефонда басқашарақ болады. Ноутбукта отырсаңыздар, жаңағыдай кіресіздер, и осы жерде сіздің сатып алған валюталарыңыз көрініп тұрады. Міне мысалы мен жаңа KNC-ді сатып алдым. Міне осынша. Бұл жерде бағасы барлығы, количествосы барлығы жазылып тұрады. Осылайша мен сіздерге криптовалютаны қалай сатып алуды көрсеттім. Келесі видеоларға дейін сау болыңыздар.